Көп рахмет, Айгүл. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқалей. Мемлекет басшысы Алматының әкімін қабылдады. Ерболат Досаев Алып шаһардың 11 айдағы әлеуметтік экономикалық даму жөнінде есеп берді. Жыл қорытындысы бойынша еліміздегі ең ірі қаладағы экономикалық өсім 6,5% деңгейінде болады деген болжам жасалды. 11 айда Алматы экономикасына барлығы 1,153 триллион теңге мөлшерінде қаражат салынған. Жеке инвестиция 30,3%-ке артты. Автобус паркі экологиялық таза 1150 жаңа автобус толықты. Оның жартысыны жеке тасымалдаушылар сатып алды. Ерболат Досаев жол көлік инфрақұрылымының дамуы туралы баяндады. Қаланың 70 көшесіне 25 шақырым жаңа жол салынды. 200 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстар жүргізілген. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 22 мектептің құрылысы мен жобалау жұмыстары басталды. Ниет санатындағы 37 мың азамат жұмысқа орналасты. Қасым-Жомарт Тоқаев мегаполис экономикасын одан әрі әртараптандыру, инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті қолдау шараларын күшейту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасына қолдау көрсету үшін Астанадағы жекпе-жек сарайына барды. Естеріңізге салайық, біздің жігіттер дәл қазір әлем чемпионатына берілетін жолдаманы Нидерланд командасымен сарапқа салып жатыр. Ташкентте өтетін дүбірлі додаға қатысу үшін Қазақстан құрамасына тең ойында жетеді. Әзірге есеп 2-0, біздің жігіттер алда келеді. Қорғаныс кәсіпорындары мемлекеттің меншігінде болуы тиіс. Сенат төрағасы солай деді. Өйткені ұлттық қауіпсіздікке немқұрайлы қарауға болмайды. Ал елдегі салалық зауыттардың мемлекеттік органдардан тапсырыс алуында біраз түйткіл бар. Жалпы стратегиялық нысандар тізбесін қалыптастырғанда алтын акция үлесі сақталғаны абзал. Яғни созбалаңға салмай жекешелендіруге қатысты ұстанымда бір жағына шығу керек. Егерде мемлекетке ондай кәсіпорындар керек болмаса, онда ашық айту керек, бізге ол керегі жоқ, шетелден сатып аламыз деп, енді оған жеткізуге болмайды ғой. Бізде өзімізде қорғаныс өнеркәсібіміз болу керек. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Енді олардың негізінен олар мемлекеттің меншігінде болу керек деп біз енді сөйтіп өзіміз қабылдаймыз. Сол себепті енді осындай кәсіпорындарды қолдаудың бір жүйелі тетіктері керек екені анық. Зиянды еңбек жағдайында жұмыста істейтін азаматтарға зейнет жасына толғанға дейін ай сайын арнайы әлеуметтік төлем төленеді. Бүгін Сенат осы мәселеге қатысты заңды мақұлдады. Нормаға сәйкес арнайы төлемді 55 жасқа толған, кемінде 7 жыл денсаулығына зиян келетін салада еңбек еткен адамдар алады. Қаражат бірінші арнадан төленеді. Барлығын қосқанда жұмысшы орташа есеппен 208 мың теңге алып отырады. Заңға президент қол қойғаннан кейін келесі жылдан бастап 37 мың адамның шотына аталған төлем түсе бастайды. Республикалық бюджеттен ең төменгі күнкөріс деңгейін мөлшерінде, одан кейін жұмыс берушінің өзінен бір ең төменгі күнкөріс деңгейінде өмірді сақтандыру компаниясына және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан. Бұл жерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан екі көзден төленеді. Әлеуметтік төлеммен 9 бағыт бойынша 2400-ге жуық мамандық есі қамтылады. Қабылданған шаралар мемлекет, жұмыс беруші, өмірді сақтандыру компаниясы, бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры арасындағы ортақ жауапкершілікті күшейтуге бағытталған. Негізгі мақсаттарымыздың бірі, өздеріңіз білесіздер, зиянды жерде жұмыс істеген кезде тек қана мемлекет немесе жұмыс беруші ғана жаңағы төлемдер жасайтын, яғни қолдау көрсетіп келе жатқан болса, бұл ретте қазіргі таңда тек қана мемлекет емес, сонымен қатар зейнетақы қорларының, сақтандыру қорларының және жұмыс берушілердің жауапкершілігін арттыру. Ұзақ жылдардан бері зиянды жұмыстар еңбек еткен азаматтар енді 55-ке толған уақытта басқа жұмысқа ауысса, немесе жұмыстан шығып кетсе, оларға жаңағы 6 ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі төлем жасалатын болады.
Қазақстан қызылша жұқтыру көрсеткіші бойынша әлемде алғашқы үштікке енді. Мұндай деректі ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығы келтірген. Олар жаһандық талдау жүргізіпті. Бұл деректерді Сенат депутаты Бибігүл Жексенбай үкімет басшысына жолдаған сауалында атап өтті. Сенатор жағдайды жақсарту үшін қоғамға екпе егудің маңызы мен қауіпсіздігі туралы ақпараттық жұмысты күшейту керек дейді. Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатып айтады. Елімізде қызылша жұқтырғандар саны 21 мыңнан асты. Жұқпалы дерттің жылдам таралу себебінің бірі вакцинация жұмыстарының жүйелі әрі жоспарлы жүргізілмеуінде дейді мамандар. Ауылдарда дәрігерлердің тапшылығы мен құрал жабдықтардың жетіспеуі балаларды екпемен қамтуды қиындатып отыр. Сенатор діни нанымдарға байланысты вакцинадан бас тартқандармен жұмыс пәрменді жүргізілмей келе жатқанын алға тартты. Біріншіден, жағдайды жақсарту үшін қоғамда вакцинацияның маңыздылығы мен қауіпсіздігі туралы ақпараттық насихаттық жұмысты барынша күшейту қажет. Екіншіден, еліміздің барлық аймақтарында жоғары сапалы вакциналар мен денсаулық сақтау қызметтеріне кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етіп, арнайы мобильді медициналық топтарды ұйымдастыру. Үшіншіден, вакцина сапасы, тасымалдануы, сақталу мен оның мерзімі өткендерін жоюды қадағалауды барынша күшейту. Ал сенатор Ақмарал Әлназарова медициналық ұйымдардың қаржылық жағдайы қиындағанын айтты. Депутаттың сөзінше, елдегі 619 денсаулық сақтау мекемесінің 109 миллиард теңгеден асатын кредиторлық берешегі бар. Қарыздан құтылу үшін олар халыққа көрсетілетін қызметтердің көлемін қысқартуға мәжбүр. Только учтенная кредиторская задача. Тек есептелген кредиторлық берешектің көлемі 2021 жылдан бастап 2 есе көбейіп, 2022 жылдың қорытындысы бойынша 100 миллиард теңгені құрады. Ал қазір оның сомасы 109 миллиард теңгеге жетті. Бұл саланы қаржыландыру көлемінің 2,5 есе өсуіне қарамастан болған жағдай. Сондай-ақ кейінгі 3 жылда халықтың қалта шығыны да күткендегідей азая қоймады. Сондай-ақ сенаторлар төрт түлік арасында да жұқпалы және паразиттік аурулардың көбейіп кеткенін айтып отыр. Созылмалы бруцеллез, Сібір жарасы аурулары барлық облыста тіркелген. Алдын алу шараларына облыстық бюджеттен қомақты қаражат бөлінгенмен дерт әлі өршіп тұр дейді депутат Арман Өтеғұлов. Саладағы ветеринариялық дәрігерлердің құқықтық мәртебесі мемлекеттік ветеринариялық ұйымдардың материалдық техникалық жағдайы өте төмен. Осы аталған мәселелерге үкімет тарапынан нақты зерделеу жұмыстары жүргізіліп, тиісті шаралар қабылдайтын уақыттың жеткендігін басып айтқым келеді. Бұл ретте депутаттар зертханаларды заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуді, саладағы төлем жүйесін қайта қарауды және жеке ветеринария саласын жетілдіруді ұсынып отыр. Асылбек Тойбек, Нұрәлі Құдайберген, Жібек жолы. Жаңа жылдан бастап 3 миллион 900 мың адам декларация тапсырады. Бұл жолы заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер әрі олардың жұбайлары тексеріледі. Қаржы министрінің орынбасары Ержан Біржанов осындай мәлімдеме жасады. Негізі жалпыға бірдей декларация 2 жыл бұрын енгізілген еді. Биыл 2,1 миллион адам меншігін жария етті. Бұлар мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар, қызметкерлері және жұбайлары. Ал келер жылы 3,9 миллион тұрғын қамтылатынын айттық. Ал 2025 жылы қазақстандықтар қолда барын жайып салуы тиіс. Бас аяғы 6,4 миллион адам. Осылайша декларациялау кезеңдерінен 13 миллионға жуық қазақстандық өтеді екен. Сонымен жеке тұлғалардан талап етілетін мыналар. Шетелдегі жылжымайтын мүлкі немесе көлігі. Егер шетелдік компаниялардағы үлесімен банкте 7,13 мың доллардан асатын қаржысы болса жасырмағаны жөн. Құнды қағаздар, цифрлық активтер, алтын, 34,5 миллион теңге көлемдегі ақша мен өзгелермен арадағы келісім шарт бәрі де декларацияға жатады. Сақылдаған сараяздың беті қайтар емес. Соңғы 3 тәулікте еліміздің кейбір аймақтарында күн райы -40 градусқа дейін төмендеп кетті. Қатты аязда сақтық үшін кешкі сағат 7-ден таңғы 7-ге дейін кейбір бағыттағы жолдар жабылады. Дизельмен жүретін көліктерге тіптен жолға шығуға тыйым салынған. Қазір Жамбыл облысында 500-ден астам жүк көлігі қаңтарылып тұр. Әріптесім аязды күндердің ақпаратын жинаған еді, ендеше бейнесюжетке зер салайық. Көкшетауда қатты аяздан тоңып, азық іздеген еліктер қала ішіне кіріп кеткен. Бұл жазбалар шаһардың қақ ортасында орналасқан бейнебақылау камераларына да түсіп қалыпты. Күн райынан адам түгіл аңдар да жапа шегіп жатқанын осыдан-ақ аңғаруға болады. Жолдың жайын айтпағанда ақтүтек боранда жаяу жүріп жоғалғандар да бар. Бір күнде Жамбыл облысының 2 тұрғыны мен түркістандық бір азамат мал бағып жүріп адасып біткен. Әйтеуір бәрі дін аман табылды. Жолдың бойындағы қорадан табылды. Жекеміз дін аман. Самал жаурап қалған. Аман есен сығайтыр, басқа жеріңіз ауырып қалған шәсі жоқ. Малыңыздың бәрі түгел.
Болды. Негізі қарлы боран еліміздің солтүстік өңірлерінде басталған. Қазір теріскейдегі жағдай тұрақталды. Бірақ оңтүстіктегі бұрқасын басылар емес. Боран мен қатты аяздан Түркістан облысындағы 9 облыстық бір республикалық маңызы бар автомобиль жолы жабылды. Құтқарушылар жолда қалған 1000-ға жуық адамды эвакуациялаған. Жолда қалып кеткен. Құтқарушы жігіттер құтқарып. Аллаға шүкір бәрі жақсы. Осы уақытқа дейін департаменттің, полиция департаментінің және жол қызметтерінің күштерімен жалпы жолда қалған, қар құрсауында қалған 287 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оның ішінде 35 бала. Қауіпсіз жерге эвакуацияланған адамдар Түлкібас ауданындағы Сазтөбе мешітіне, Жаскешу елді мекеніндегі мешітке және Мұхтар Әуезов атындағы университетке орналастырды. Жол саласы мамандары тазалау жұмыстарымен үздіксіз айналып жатыр. Алайда жолдың көрінбеуіне байланысты бұл жұмыс қиынға соқты. Одан бөлек блок бекеттердің алдына жиналған көліктердің көптігі де қар тазалаушыларға тұсау болып тұр. Бірақ көлік министрлігіне қарасты барлық мекемелер білек сыбана жұмысқа кіріскен. Қар аршып қана қоймай жұртқа ыстық шай мен тамақ таратты. Бір күннің көлемінде ауа райының жағдайы қолайлы бола бастайды. Оған ол жерлерде қар тазалау жұмыстарын жүргізу үшін Қазавтожол акционерлік қоғамының көлік құралдары, техникалары түгелдей дайын. Бүгінгі күнде жұмыстарын жүргізіп жатыр. Боранды жел мен бұрқасын кімге болсын оңайға соғып тұрған жоқ, бірақ құтқарушылар жұмысы тоқтамайды. Соңғы күндері мұз құрсанған астаналық өрт сөндірушілердің бейнежазбасы желіні шарлап кетті. Ал батыстағы аңызақ жел мен көктайғақ тәртіп сақшыларын тәлтіректетіп қойды. 649 шақырым. Қатты жел. Синоптиктер бүкіл елді әбігерге салған аяздың беті біртіндеп қайтады дейді, дегенмен қолайлы ауа райы болады деп айтуға әлі ерте. Алдағы 3 тәулікте елдің бірқатар облысында күн жауын шашынсыз ашық болады. Бірақ шығыста аязды температура сақталады. 15-16 желтоқсанда елдің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында қар жауады. Боран, таулы аудандарда тұман, республиканың батысында құмды дауыл күтіледі. Алтынбек Әмит, Жібек жолы. Ал Ақтаудың көшелерін көктайғақ басып, жарақат алған тұрғындар саны көбейген. Соңғы 3 тәулікте облыстық аурухананың қабылдау бөліміне 120 адам түскен. Оның 12-сіне шұғыл операция жасалды. Қазір олар нейрохирургия және травматология бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, жарақат алғандардың көпшілігі әйелдер. Науқастардың арасында қол-аяқ сүйегі сынған жеткіншектер де бар. Мамандар тұрғындарды бейберекет жүрмеуге шақырып, сақтық шараларын ұстануды сұрап отыр. Келген науқастардың көбісі 60% десек те болады. Әйел кісілер, оның ішінде 40-тан жоғары кісілер. Қол білезік аймақтарының жарақаты, тобықтың жарақаты, сондай-ақ тізе буындарының жарақаттарымен келіп жатады. Науқастарға айтарымыз, осы қар жауғанда жарақат алған кезде бірден осы ауруханаға келіп алғашқы көмек алуға тырысу керек. Өйткені көбісі біздің неде сынықшыға барып жүріп қалады, уақыт өткізбей тез қаралуларын сұралады. Тәуелсіздік күні қарсаңында Жамбыл облысының Жуалы және Шу ауданының тұрғындары қоныс тойын тойлады. Жуалда 3 қабатты тұрғын үй пайдалануға беріліп, 18 отбасы баспаналы болды. Ал Шу қаласында 14 отбасы жаңа пәтер иеленді. Баспаналар ұзақ жылдар бойы тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар мен көпбалалы және әлеуметтік осал топқа жататын тұрғындарға берілді. Жалпы өңірде жыл басынан бері 558 мың шаршы метр тұрғын үй салынып, ел игілігіне берілген. Халқыма рахмет, там беріп, маған беріп атқанына рахмет. Осы қуанышыма неғыма тұрмын, қуанып тұрмын. Қазір бар, ішінде туалеті бар, суы бар, бәрі бар. Біріншіден өзіміздің әріптестерге рахметімізді айтқымыз келеді. Осы жоспарлап, осындай дүниені іске асырып тұрып қалған дүниені қайтадан жандандырып атқан. Онан кейінгі барлық тұрғындарға мүмкіншілігі болса, бәрін қамтамасыз еткенге барлық жұмысымыз жасаймыз. Келесі жылға да жұмыс жоспарларымыз бар. Ал Семейде 26 отбасы баспаналы болды. Тұрғындарға пәтер кілті салтанат түрде табысталды. Жалпы биыл Абай облысында 662 отбасы пәтермен қамтылды. Жыл соңына дейін тағы 177 үйдің иесі анықталады. Қалар кесіндегі Шақтар кентінен бұйырған баспаны Акимовтар үшін күтпеген сый. Көпбалалы отбасы әкімдіктен хабар жеткенде абдырап қалдық дейді. Үй алу кезегінің тез келгеніне таңғалған. Бұған дейін пәтер жалдап күн кешкен. Осы бүгінгі міне мерекеге қарсы үйге ие болып жатырмын. Өте қуаныштымын, разымын. 20 жылдан бастап кезекте тұрамын. Міне 3 жарым жылдың ішінде кезегім келіп үй алып жатырмын. Біраз толқып тұрмын. Үй ұнады. Көңілімізден шықты.
10 сотық жерге соғылған 3 бөлмелі баспаналар сатып алу құқығынсыз жалдамалы тұрғын үй ретінде берілді. Барлығы да суық және ыстық сумен қамтылған, жылу үнемдегіш пеште орнатылған. Аулалар кең, бақша салып өнім аламын десе, жері де жетеді. Тәуелсіздік күнінің қарсаңында бүгін бізде Семей қаласында 26 көп балалы отбасыларға өздерінің жаңа көріп өткендей үйлердің кілтін табыстадық. Енді осы жылда бізде 211 әлеуметтік осал топтарға пәтерлердің кілтін беріп жатырмыз. Қазір жылдың аяғына дейін тағы да 35 берілетін болады. Ары қарай да бұл жұмысты біз жалғастырамыз. Келесі жылда бұл қарқынды азайтпаймыз. Семейде қазір 13 мыңға жуық отбасы үй кезегінде тұр. Жалпы Абай облысы бойынша биыл 662 отбасы пәтермен қамтылған. Жыл соңына дейін тағы 177 пәтер беру жоспарлануда. Аслан Иса, Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Семейден. Тәуелсіздіктің тұғырын нығайту үшін елдік мүддені қарабастың қамынан жоғары қоюымыз керек. Себебі қазіргідей алмағайып заманда іргесі бүтін, қоғамы бір тұтас. Ертеңін ойлағаны ел ғана озады. Мәжіліс депутаты Айдос Сарым арнамызға берген сұхбатында осылай деді. Әріптесім Әнуар Қарбозов тағы бір қатар сауал қойған еді. Ендеше сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Айдос Әмірәллаұлы, мынау енді тәуелсіздік күні қарсаңында, осы тәуелсіздік туралы сөйлессек, Қазақстан туралы, енді ел аузында қазір ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан. Сіз үшін бір осы сөз тіркесінің бір қандай айырмашылығы бар, қандай бір фундаменталды айырмашылығы бар, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан? Енді мен айтар едім, егер кейбір фамилиялардан, кейбір оқиғалардан кішкене оларды айтпаған күннің өзінде біз қазір есею үстіндегі елміз. Біз балалық шақтан шықтық. Біз қазір шынымен де өзімізге өзіміз, балалық емес, шынайы мақсат қойып, өзімізге өзіміз ұнамайтын сұрақтарды қойып, өзімізге өзіміз ащы шындықты айтып келатқан кезеңдеміз, бірақ әлі тыңдау жағынан әлі бізде көптеген қиындықтар бар екені анық. Біз әлі шындықты қабылдай алмайтын ұлтпыз, өкінішке орай. Бірақ шынайы есеюдің, шынайы есейгеннің бір белгісі, сен шындықты өзіңді жамандау немесе өзіңді қорлау тұрғысынан емес, өзіңді шыңдау тұрғысынан қарауың керек та. Жаңа Қазақстан дейтініміз ол жаңағы календардағы белгілі бір күн емес, 1 наурыз, 31 қаңтар дейтін күн емес. Бұл біздің сапамыздың мәселесі, ұлттың жаңа сапасының мәселесі. Ол ұлттың жаңа сапасы, ол Қазақстанда көктемде бір күнде атпайды. Байқасаңыз, оңтүстіктен солтүстікке қарай бірте-бірте жыли бастайды. Біздегі өзгерістер де осылай келе жатыр. Қоғамның ішіне, аймақтарға, басқасына. Сондықтан енді қазіргі басты мәселе мінекей біздегі қабылданып жатқан заңдар арқылы, жаңа беріліп жатқан мүмкіндіктер арқылы, бүкіл ауыл, аудан, қала әкімдерін сайлау арқылы, бір емес бірнеше сайлау арқылы. Енді кем дегенде осы президенттің 7 жылдығы, 6 жылдығы алды ғой. Кем дегенде әлі бір-бірден сайлау өткізе аламыз. Осының ішінде жаңа мәдениет қалыптастыру. Осы жаңа мәдениет бізге бәсекелестікті беру керек. Және шынымен де жақсы бір компетенция, яғни біліктілікті беру керек сияқты. Сол кезде ғана өзгереміз. Жаңа әріптесімен сұхбатта айттыңыз, әр адам өзінен бастау керек дедіңіз. Иә. Біз келе аламыз ба бұған енді? Келеміз. Заманның өзі, заманның көшінің өзі осыған мәжбүрлейді. Өйткені шынымен де, егер сен бүкіл билік тармағын өзің сайлап атсаң, оған кім жауап береді? Сен жауап бересің. Сенің дауысың, келесі жолы яғни дұрыс дауыс бер. Я болмаса ол әкімді жұмыстан тайдыруға жұмыстан, еңбектен заңдық механизм бар. Осыны қазір дәстүрге, саяси мәдениетке айналдыру деген мәселе бар. Екіншіден азаматтар. Бұндай нәрселер оңайлықпен келмейді. Ешбір елде оңайлықпен келмеген. Ешбір елде жақсылық, мінекей, жарлықпен, немесе жаңағы үкіммен орнаған емес. Ол адамның қиналысы, ішкі қынжылысы, жан айғайы, жанның ауруы арқылы келетін дүниелер. Енді мынау сол тәуелсіздік алған жылдардан бері қазіргі уақытқа дейін қарайтын болсақ, заңдардың орындалуы қалай жүріп жатыр? Сол кезде енді мысалы бармақ басты көз қысты дүниелер көп болды. Қазір орындалуында. Мысалы кейде мынау қарап жатамыз, ауызбен орақ орғанша жаңағы неге іске көшпейміз дейді.
сол уақытта заңдардың орындалуы, қазіргі заңдардың орындалуы және қаншалықты бұл халықтың пікірі мәселесі ескеріледі осы жоқ, мына халық үніне құлақ асатын үкімет дедік қой, билік дедік, ол шынымен де жүзеге асып жатыр. Дәл бүгінгідей билік ешқашанда сарапшылардың, қоғамның пікіріне құлақ асқан емес. Мінекей біз жаңа заманға келдік. Күшті президент, ықпалды парламент оған келе жатырмыз, бірақ ең бастысы бүгінгі күні халықтың пікірі естіліп жатыр. Оған реакция бір мезетте жүріп жатыр. Көріп отырмыз ғой, мінекей. Кеше Алматыда мысалы үшін қар басып кетті, қашан тазартады, басқа деген кешке әкім шығып, мысалы үшін әңгімесін айтып жатыр дегендей. Немесе ана жерде труба жарылды, басқа тоңып қалды, басқа деген вице-премьер шығып бірден айтып жатыр. Басым мен жауап берем, мінекей бұндай нәрсе болмайды, ешкім жұмыссыз қалмайды, басқа деген әңгімені айтып жатыр. Бұл да болып жатқан өзгерістің бір түрі. Бірақ оған екінші жағы да бар. Біз өзімізде бір әрекет жасай білу. Мінекей бізде мысалы үшін мынадай ұғым бар. Менің Канадада жақын таныстарымыз, достарымыз бар. Олар айтады, біз ешқашанда, енді Канадаға қар қалың түсетін ел ғой, ешқашанда менің тротуарымды әкімдік келіп тазартып бер деген әңгіме жоқ дейді. Әкімдіктің басты жұмысы үлкен көшені тазартып беру. Бірақ қалғаны бәрі үйінің алдын өзі тазартады, компания немесе дүкен өзінің есігінің алдын өзі тазартады, өйткені адам кіру керек оған бизнес жасау үшін дегендей. Біз оған әлі келген жоқпыз, біздің миымызға кірмейді. Үйіміз қопарылып жатса да үкімет қайда қарап отырсың деген әңгімені айтамыз. Бірақ шын әлемде жаңадай. Өйткені айналып келген кезде ол ақшаның мәселесі, қарды күреудің өзі, тазартудың мәселесі. Я мен салықты көбірек төлеймін, я өзім бірдеңе деп әрекеттенемін. Бізде осы салық пен еңбектің арасындағы халықтың санасында әлі бір тікелей байланыс жоқ та бір-бірімен, тығыз байланысты деген. Егер сен үкіметтен талап ете беретін болсаң, онда салықтың көбеюіне дайын бол. Кейбір елдерде 45%, 55% салық төлейтін елдер бар. Әсіресе солтүстік Еуропаның елдерінде. Сонда талап етуге хақың бар. Елестетіп қараңызшы, мысалы үшін біздер қазір қанша зейнетақы бар, басқасы бар, енді көп емес қой салықтың несі. Ал 2-3 есе артатын болса, компанияға да, жеке азаматқа да, біз оған дайын емеспіз. Яғни біз әрекет етуіміз керек, біз сұрай білуіміз, талап ете білуіміз керек. Бірақ ол жаңа айтып отырмын ғой, саяси бәсекелестікпен басқамен келетін дүние. Айдос Әмірәліұлы, сіз үшін әділетті Қазақстан деген не? Сіз оған сенесіз бе? Мен оған сенемін, сол үшін еңбектеніп жүрміз, сол үшін өмір сүріп жүрміз. Өйткені ол айналып келген кезде бәрімізге де қатысты. Әрине, бүгінгі күн тұрғысынан менің ғана ұпайым жақсы болсын деп өмір сүрсең, онда бір белгілі бір өзіңе ғана жақсылыққа қол жеткізуі мүмкін. Бірақ балаңның, немереңнің болашағы үшін күмән болады. Кеше заңсыз жолмен байығандардың көбісі, немесе олардың балалары жақсылықпен аяқтап жатқан жоқ. Өзінің бизнесін баласына, немересіне қалдырып кетіп жатқан капиталдың көбін көріп жатқан жоқпын. Бізге керегі әділетті қоғам. Әділетті қоғамда сенің өзіңнің бизнесіңді, өзіңнің мүлкіңді, өзіңнің капиталыңды ұялмай, қызармай балаңа, немереңе тастап кете аласың. Ол балаңа немесе немереңе ешкім келіп, сенің әкең немесе сенің атаң оңбаған еді, ұрлықпен келіп еді, басқамен келіп еді деген нәрсені айта алмайтын жағдайда өмір сүру. Меніңше осы әділетті Қазақстан дегеніміз осы. Әділетті Қазақстан әділетті қоғамнан басталады. Әділетті қоғамның ішінен басталады. Әділетті қоғамның осы тәртіпке орай тіршілік ету, әрекет етуінен басталады. Жақсы, Айдос Әмірәліұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Елордада дипломатиялық бизнес-клубтың кездесуі өтті. Жиында еліміздің инвестициялық мүмкіндіктері талқыланды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Қазақстан бүгінде ашықтық қағидаттарын ұстанатынын атап өтті. Бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі ел дамуының жаңа экономикалық моделін қалыптастыру екендігінде айтты. Айта кетейін, дипломатиялық бизнес-клубтың құрамында шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінің басшылары, бизнес қоғамдастық жетекшілері, халықаралық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың басшылары бар. Благодаря, скажем, Мемлекет басшысының саяси жүйені қайта жаңғырту және әлеуметтік экономикалық жаңғырту бойынша жүргізген реформаларының арқасында Қазақстанда бизнесті жүргізу үшін тең мүмкіндіктер пайда болды. Қазақстан экономикасы нақты монополиясыздандыру жүріп жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, заң үстемдігі мен әділ сот төрелігін орнату Қазақстанға шетелдік инвесторлар тарту үшін қолайлы жаңа мүмкіндіктер туғызады.
Мәжіліс депутаттары агробанк құру мәселесін көтерді. Соңғы 20 жылда шаруаларды қолдайтын нақты жүйе жасақталмаған. Себебі қазіргі кредиттік ресурстар фермерлер үшін қол жетімсіз. Банктер шаруаларды қолдаудың орнына өздері мемлекетке қол жайып отыр дейді олар. Сондықтан депутаттар саланы қаржыландыру үшін жаңа жүйе құру мәселесін қарастырып жатыр. Әріптесім Зұлқарнай Ермұратұлы жалғастырады. Ауыл шаруашылығы саласындағы шаруаларды қаржыландыру үшін агробанк құру керек. Себебі қазіргі уақытта банктер несиені ең кемі 18%-бен береді. Бұл фермерлердің қалтасын қанайтыны сөзсіз дейді депутаттар. Ал жаңа банк құрылса, қарызда 2,5%-бен бере алады. Осы жөнінде мәжіліс үкіметке хат жолдады. Біз үкіметке хат жаздық. 72 мәжіліс депутаты сол хатқа қол қойды. 72, 98-дің 72-сі. Сонымен қатар Сенаттың 18 депутаты қол қойып отыр. Бұл не деген сөз? Бұл үлкен Қазақстандағы электораттың өкілдері бүгінгі қажеттілікті міне айқын көрсетіп отыр. Қажет агробанкты құру керек. Және де олардың берген аргументтерінің барлығын біз кері қайтарып, өзіміздің фактілерімізді алға қойдық. Агросекторды қаржыландыру үшін шамамен 2 триллионға жуық қаржы қажет. Қазір айналымда небәрі 440 миллиард теңге ғана бар. Сондықтан агробанк құру мәселесі өзекті. Жиын барысында Ұлттық банк төрағасының орынбасары бастамаға қарсы емес екендігін айтып қалды. За последние 4 квартала. Соңғы 4 кварталды алсақ, ауыл шаруашылығы саласының үлесі 4,5%. Бұл өте төмен көрсеткіш. Агро сала елдегі ең өзекті бағыттардың бірі. Ел экономикасына айтарлықтай әсер етеді, бірақ қаржыландыру ісіне келгенде көңіл қуантарлық нәтиже жоқ. Ал фермерлер депутаттарды қолдайды. Банк құрудан бұрын ұйымның мақсат міндеттерін айқындайтын арнайы заң әзірлеу қажет. Қолданыстағы банктың атауын ғана ауыстырып, ескі жүйемен жұмыс жасауы шаруалар үшін тиімсіз. Сондықтан банк ісін жүргізу тетіктерінде пысықтап алу керек дейді. Проблема не в том, что... Бұл ерекше банк болуы тиіс. Банкты басқаратын басшылықты дұрыс таңдау қажет. Ол бұған дейінгі банктер секілді тек өз қалтасын ойламауы керек. Себебі бұған дейін жауаптылар агроөнеркәсіп саласы қаржы құюды талап етпейтін бағыт деп есептеп келді. Бұл түсініктен арылу қажет. Айта кету керек, мәжіліс аталмыш тақырыпты бұған дейін де көтерген. Бірақ үкімет хатта кері қайтарған болатын. Зұлқарнай Ермұратұлы, Жұлдызбек Ермұханов, Жібек жолы. Алматы метросына жасады интеллект жүйесі енгізілді. Енді қоғамдық көліктің осы түрімен жүргіңіз келсе, кіреберістегі бейнекамераға бет бейнеңізді көрсетсеңіз болды. Биометриялық құрал сізді анықтап, жол ақыңызды бірер секундта банк картаңыздан автоматты түрде шешіп алады. Жаңа жүйе сонымен қалай жұмыс істейді? Тиімділігі қандай? Тілшіміз танысып қайтты. Енді метрополитенде жүру үшін арнайы жетонды бөлек сатып алып, немесе төлем картасын тіркеудің қажеті жоқ. Енді төлем жүйесі қолайлы әрі қауіпсіз түрде жүргізіледі. Мобильді қосымшада төлемдер бөлімінде FacePay қызметіне қосылса жеткілікті. Ол үшін камераға алдын ала қарайсыз. Есіктер автоматты түрде ашылады, ал төлем ақысы картадан шешіледі. Алматының әлеуеті жыл сайын артып келеді. Қала жолдарындағы кептелістерді шаһар тұрғындары жақсы біледі. Осының салдарынан метродағы жолаушылардың да саны артқан. Мәселен, бір ғана Абай бекетінен тәулігіне 7000 жолаушы қатынайды. Жаңа жүйе адамдар кептелісінің алдын алуға септігін тигізбек. Тиімділігі бұл өте ыңғайлы тәсіл, өйткені бұл турникеттен өткен кезде адамдар көп жиналмайды. Метрода осыған дейін қолданылып келген төлем әдістері де қала бермек. Ал жаңа әдісті қолданып үлгерген жолаушылар бұл жүйе тез әрі тиімді деп отыр. Мен күнделікті осы метромен жұмысқа қатынаймын. Кейбір кезде жол өту арқылы, карточка арқылы өту қиындайды. Очередке создавать етіледі. Бүгін байқап жатырмын, бейне бақылау арқылы өту, төлем қабылдау іске қосылыпты. Ол адамдарға өте ыңғайлы. Жаңа кептеліс создавать етпейді екен. Бүгін метродағы фейс төлем жайлы білдім. Өте қолайлы екен. Біз отбасымызбен күнде метромен жүреміз. Сондықтан төлемнің бұл түрі уақыт үнемдеуге таптырмас көмек. Әзірге биометриялық терминал Алматы метрополитенінің Абай және Бауыржан Момышұлы бекеттерінде орнатылды. Алдағы уақытта барлық станциялар қамтылмақ. Гүлзат Сахова, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматыдан. Қымбатты көрермен, хабарымыз осымен тәмам. Әрі қарай Ғазиз Әбішев пен Фокс внимание бағдарламасын қараңыздар. Ғазиз, қайырлы кеш, сөз сізгін өзіңіз. Кеш әрі армысыздар, достар, мы начинаем.